әлемдегі ұлы жұлдыздар аз емес, бірақ олардың арасында Лео Мессидің есімі ерекше аталады. Ол қарапайым Аргентинаның Росарио қаласынан шыққан бала. Ауыр диагнозға қарамастан әлемдік деңгейдегі ең үздік ойыншыға айналған таңғажайып тұлға. Ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер. Бүгін біз футбол тарихындағы ең ұлы футболшылардың бірі Лео Мессидің ауыр әрі таңғажайыпқа толы өмір баянын айтатын боламыз. Лионель Андрес Месси Кучетини 1987 жылы 24 маусымда Аргентинадағы Росарио қаласында дүниеге келген. Әкесі Хорхе Месси болат фабрикасында жұмыс атқарған, ал анасы Селия Кучетини үй тазалаушысы болып жұмыс істеген. Отбасында Мессиден бөлек Родриго және Матиас есімді екі ағасы бар, және де Мария атты әпкесі де бар. Месси 5 жасында үлкен ағасы Матиас ойнаған Грандоли клубында өнер көрсетіп жүреді. Алайда клубтың базасы Мессидің үйінен алыс болғандықтан оның әжесі Селия апарып жүреді. Жалпы Мессиге футболшы болуға сенген отбасына тек қана әжесі еді. Әжесі Мессиге барлық жағдайды жасайды. Мессиді таңертең футболға өзі оятатын еді, және де футболға өзі апаратын еді. Алайда Месси 11 жас кезінде оның әжесі Селия қайтыс болады. Месси әжесінің арманын қатты орындағысы келеді, яғни айтқанда ұлы футболшы болу. Алайда 11 жасында Мессиге өсу гормонының жетіспеушілігі диагнозы қойылады. Бұл оның бойының өсуіне қатты әсер еткен қиын кезеңдер болды. Отбасы және де Аргентинадағы клубтар оның емделуін қаржыландыра алмайды. Енді міне тарих басталды. Мессидің ауруын елемей, Барселона скауттері жас баланы Испанияға шақырады. 2000 жылы 13 жасар Месси Барселонаға көшіп келеді. Каталондық клуб Мессидің емін төлеуге келісім береді, және де оның клубтың жасөспірімдер академиясы Ла Масияға қабылдайды. Сол жерде Месси өз талантын дамыта отырып үлкен ойыншыға айнала бастайды. Ол жасөспірімдер арасындағы турнирлерде жоғарғы нәтиже көрсетеді, және де жоғарғы клубтың назарына түседі. Осылайша Месси 2004 жылы Барселонаның негізгі құрамына қосылады. Және де Месси 2004 жылы Барселона негізгі құрамында алғаш рет 17 жасында алаңға шықты. 2005 жылы Алабесетті командасына қарсы өзінің алғашқы голын соғып, клубтың ең жас гол соққан ойыншысы ретінде рекорд орнатты. Бұл кезеңде Мессидің алаңдағы шапшаңдығы мен дриблинг шеберлігі жанкүйерлерді таңғалдырды. Оның алғашқы бас бапкері Франк Райкардтың қол астында Месси өзінің талантын дамыта отырып команданың негізгі ойыншысы болды. 2008 жылы Барселона клубы бас бапкерлікке Пеп Гвардиоланы шақырды. Ал бұл шешім Мессидің мансабындағы ең сәтті кезеңдердің бірі болды. Гвардиола Мессиді жалған 9-дық позициясына қойып, алаңдағы рөлін өзгертті. Осы тактикамен Барселона 2009 жылы бір маусымда 6 бірдей титул жеңіп алған жалғыз клуб ретінде тарихта қалды. 2012 жылы Мессидің нағыз алтын дәуірі десек те болады. Месси 2012 жылы бір жыл ішінде 91 гол соғып, Герд Мюллердің 40 жыл бойы сақталған рекордын жаңартты. Осы жылдар ол Барселонаға бірнеше Испания чемпионаты мен Чемпиондар лигасын жеңіп алуға көмектесті. Екі мың 2015 жылы Барселона қайтадан керемет формаға оралып, екінші рет бір маусымда үштік, яғни трейбл жеңіп алды. Ол кездері Неймар Суареспен бірге Мысырдың үштігін құрып, футбол әлемін таңғалдырды. Бұл кезеңдері Мессидің жан-жақтылығы мен ойындағы шеберлігі арта түсті. Барселонадағы Мессидің мансабы тек қана жеңістерден тұрмады. 2016-2020 жылдар аралығында Барселона бірнеше рет сәтсіздікке ұшырады. Ал Мессидің клубта қалу туралы шешімі талай сынға ұшырады. Алайда бұл сын 2020 жылы Бавариядан 2-8 есебімен ұтылғаннан кейін Месси клубтан қалу шешімі одан сайын ушыға түсті. Осыдан бір жыл өткен соң 2021 жылы клубтағы қаржылық қиындықтарға байланысты Месси Барселонамен жаңа келісімшарт жасай алмай, мәжбүрлі түрде командадан кетуге мәлімдеме жасады. Бұл шешім бүкіл футбол әлеміне ауыр соққы болды. Өйткені Месси мен Барселона бірге 20 жыл бойы үздіксіз өнер көрсетіп, футбол тарихында ең жарқын тараулардың бірін жазды. Лионель Месси Барселона үшін жай ғана ойыншы болған жоқ. Ол клуб тарихын өзгертті, каталондық команданың әлемдік деңгейге дейін көтерді. Оның мансабы адалдықтың, ерік-жігердің және де кәсібиліктің үлгісі. Месси Барселонада 777 матчқа қатысып, 672 гол салып, 35 титулды еншіледі.
Лионель Месси тек алаңдағы сиқыршы ғана емес, сонымен қатар үлгілі отағасы, қамқор әке және де адал жар. Оның өмірінде футболдан да маңызды нәрсе бар, ол оның отбасы. Мессидің жеке өмірі қарапайым әрі тыныш өтеді. Ол әйелі Антонелла Ракуццамен кішкентайынан таныс. Екеуінің махаббат хикаясы бірін-бірін бала кезден білуден басталған. Месси Антонелламен досы Лукас Кальяның арқасында танысқан болатын. Ол кезде Месси небәрі 9 жаста еді, ал Антонелла оның болашақ жары екенін білген де жоқ. Месси мен Антонелланың қарым-қатынасы шынайы достықтан басталып, ақыр мәңгілік махаббатқа айналды. 2000 жылы Месси Барселонаға көшкен кезде екеуінің арасында уақытша үзіліс болды. Дегенмен олар 2007 жылы қайтадан қосылады. Месси өзінің қиын сәттерінде әрдайым Антонелланың қолдауын сезініп, оның жанында болуына шабыт алды. Бұл қос ғашық 2017 жылы Аргентинада Росарио қаласында сәнді әрі ерекше үйлену тойын өткізді. Қазір Месси мен Антонелланың 3 баласы бар. Үлкені Тиаго, ортаншысы Матео, ал ең кішісі Чиро. Месси отбасында балаларына ерекше көңіл бөледі. Олармен бірге уақыт өткізуді және де олардың тәрбиесіне атсалысуды жөн көреді. Оның айтуынша балалары оның өміріндегі ең үлкен бақыт және де мотивациясы болып келеді. Қысқасы, Мессидің жеке өмірі нағыз қарапайымдылықпен және де махаббаттың көрінісі. Әлемдік деңгейдегі атақты футболшы бола тұра, ол отбасы үшін жай ғана қамқор әке, қамқор жар болып көрінеді. Міне достар, бүгін әлемдегі ең үздік ойыншылардың бірі Лионель Мессидің ауыр әрі шытырманға толы оқиғаларын зерттедік. Ол қиындықтарға төзімді, әрі еңбекқор нағыз талант иесі. Дәл қазір Месси қарапайымдылығымен, дриблингімен, өнерімен барша әлемге үлгі болып отыр. Бүгінгі видео қызықты болды деп ойлаймын. Егер қызықты болса, лайк басып тіркеліп отырамыз. Сіздермен бірге болған қазақша футбол арнасы.